Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Шәке Продакшн арнасы. Бүгінгі видеода сіздерге 1000-нан астам интернет дүкендерде тауар сатып алып, және де белгілі бір пайызды өзіңізге қайтарып алу жолын көрсететін боламын. Яғни кэшбэк Lite Shops деген программа арқылы біз сатып алған затымыздың белгілі бір пайыз ақшасын өзімізге қайтарып ала аламыз. Бұл жерге кірген кезде қарапайым регистрациядан өту керек. Өте қарапайым. ВК арқылы, Facebook немесе өзіңіздің email аккаунтыңыз арқылы тіркелуге болады. Тіркелгеннен кейін мына жерде өзіңіз қалаған интернет дүкендерден сатып ала аласыз. Мен мысалға AliExpress-тен көрсететін боламын. AliExpress-тің үстінен басамыз. Перейти в магазин. Егер сіздерде программасы бар болса, бірден осы программаға жіберейік па деп сұрайды. Я деп қойсаңыз, бірден кірген кезде программаға кіріп кете бересіздер. Мінекей мен мына ұстап тұратын, яғни держательге, штативке заказ берейін деп тұрмын. Оплатить басамыз. Окей, бұның бағасы 886 теңге екен. Бұдан қанша ақша бізге қайтарады екен, қазір көретін боламыз. Мінекей достар, мен заказ бердім, и потом маған 681 рубль берді. Так, мінекей сумма, яғни мен төлеген ақша 174 рубль, и одан маған 681 рубль беріп тұр. Қазір теңгеде қанша болатынын көрейік. 681 көбейтілген 5-те 21. 35 теңге екен. Не де болса да біз плюске шығып тұрмыз, яғни өзімізге белгілі бір сумманы алып тұрмыз. Бұл сіздерге егер үлкен, яғни қымбат заттар алатын болсаңыздар, өте таптырмас программа. Сондықтан да қолданыңыздар. Сілтемесін описанияға салып кететін боламын, немесе Play Market-тен кіріп жүктей аласыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.